Армысыздар, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге мен Елдос Үмбетәлі. Назарларыңызға ұсынылатын екі бірдей құрама командымен таныс болыңыздар. Қазақ спорт және туризм академиясы және Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандары, Қазақ спорт және туризм академиясының палуандарымен таныс болыңыздар. Бірінші нөмірде Айнабек Әбдіхан 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары тұман. Екінші нөмірде Дәулет Сәриев 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысында кіндігі қиылған, астындағы тұлпары Ақбоз. Үшінші нөмірде Бегасыл Сайлау 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, астындағы тұлпары Байшұбар. Төртінші нөмірде Айболат Бердімұрат 1998 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Үлкен Доңған. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандарымен таныс болыңыздар. Бірінші нөмірде Нұрболат Қартқожақ, астындағы тұлпары Найман Торы. Екінші нөмірде Күнтуған Сейдулла 1998 жылы оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, астындағы тұлпары Ардақ. Үшінші нөмірде Алихан Қалибаев 1995 жылы Ақмола облысының тумасы, астындағы тұлпары Кіші Дұңған. Төртінші нөмірде Арман Абжанов 1995 жылы Қарағанды облысының Арқаның тумасы, тұлпары Ақжал Танық. Şabız basaldı. Kırgın şayqas topta. Jigitler. Bayışı var mı Emre Kakayın? Sport Turizm Akademiyası Қазақстан. Emre Kakayın Бегасыл Сайлау 1999 жылы. Байышы бар оңтүстік Қазақстан облысы Төле би Диханкөл. Бегасыл Сайлау Қазақтың спорт туризм академиясы. Секунд болмай салды, Бегасыл Сайлау. Көкпар басталды, нағыз шайқас басталды. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандары давай, бастайық. Кетті. Бірге Еңки. Бірге екінші нөмірдегі Сейдулла Күнтуған. Сейдулла Күнтуған. Жоқ. Дәулет Сәриев пен омен шығатын бірге жекпе-жек. Қараңыздар, атты қараңыздар шығайын, атты қарашы. Екінші нөмірдегі Сейдулланың астындағы Дәулет Сәриевтің астындағы атты қараңыздаршы. Ақбоздың қараңыздаршы, атты итеріп жатыр. Ой, міне жаны бар, міне Қарабайыр. Дәулет Сәриевке біраз барлығы мүмкіндікті беріп жатыр, астындағы Ақбоз. Астындағы Сәйгүлікті қарашы ағайын. Ат келсе итеріп, үстіндегі жаман досқа ыңғай келтіріп беріп жатыр. Кейбір жаман досыңнан осындай жақсы атың артық қой ағайын. Қарашы міне ыңғайды толық келтірді. Дәулет Сәриев. Дәулет Сәриев. Қазақ спорт туризм академиясы. Айрылма, төрт басын аттың. Қайтадан ортадағы жекпе-жекке назар аудара. Есеп болса әлі 1-0. Әлі уақыт бар. Мінекей қайтадан басталды. Мінекей бірінші нөмірдегі Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуаны Қалибаев Алиханның тақымында. Қалибаев Алихан Сабай. Тарт
артқа. Ой, жарайсың, жібер. Жарайсың, жібер. Кептен 3-ші нөмірдегі Қалибай Валихан Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуаны. Астындағы Сайгүлек. Ақ домдар атты Сайгүлектің үстінде. Қазынаудың жігіттері мінеки жанкеліп танытып жатыр. 2-ші нөмірдегі Дәулет Сәлиев, Қазақтың спорт туризм академиясының палуаны. Ақбоз атты Сайгүлектің үстінде. Мінеки Дәулет Сәлиевтің әлде болса тақымында. Қалай болады екен қараңыздар шағайын. Табиғатқа жарасқан. Дәулетіңе жетші. Мінеки әлде болса Дәулеттің тақымында. Қараңыздар шағайын астындағы Ақбоздың шабысы, Дәулет Сәлиевтің намысы. Аяғының алысы, тұлпарының қағысы. Енді қалай болады бұл салонның табысы? Жігіттер тірілейік, артында қаншама мың студенттер жанкүйерлік танытып жатыр. Қаншама студенттер. Мінеки ағайын Қазақ ұлттық аграрлық университетін бастап келіп отырған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Есполов Тілектес Исабайұлы бастап келіп отыр ағайын. Сондықтан да өте мұқиятты болайық. Мінеки ортадағы шайқас, ортадағы жекпе-жек. Дәулет Сәлиевтің астындағы Ақбоз аттың жақындатпай жатқан сәті. Міне спорт туризм академиясының бастап келіп отқан ректоры Закарьянов Қайрат Қайруұлына. Тағы бастап келіп отыр екі жақтың ректорлары бастаған университеттер. Дәулет Сәлиев. Әнде болса Дәулет Сәлиевте. Аман бол, бар бол. Жаса, жүр, жүгір, өмір сүр, жарайсың Дәулет Сәлиев. Дәулет Сәлиев 1999 жылы туған. Есеп 2-0. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің палуандары жігіттер. Аттарыңыз, заттарыңыз сай жігіттер, жаса! Айбат! Сондықтан да аттың басына ие болайық. Міне 2-1-дей аттың. Мінеки 22 секунд қалды. Дәулет Сәлиев басты қайтадан тақымға. Қазақтың спорт туризм академиясының палуаны. Ақбоз аттың көмегімен қамшысы аузында. Серкесі тақымында, 3-ші нөмірдегі байшылардың тақымына ауысты Бекасыл Сайлау. Бекасыл Сайлау, соңғы секунд, 3, 2, 1, бітті. Уақыт өз мәресіне жетті. Бірден басталды. Ардақтағы аймыребе 3-ші нөмірдегі Бекасыл Сайлау байшы бар бе? Есеп 3-0. Қазақтың спорт туризм академиясы Бекасыл Сайлау. Оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби Диханкөл ауылы 1999 жылғы байшы бар атты Сайгүлекпен. Ай жарайсың Қазақтың спорт туризм академиясы. Есеп 3-0. Мінеки басалды.
Öl жануар. Мінеке қараңыздар, мүмкіндікті қалай пайдаланып жатыр. Міне ортадағы жекпе-жек. Бұл жекпе-жек бабадан қалған жекпе-жек. Кешегі Батыр бабадан Дәулет Сариевтің астындағы Ақбозат Қарашаға. Міне тартыс. 3-ші номердегі Қалибаев Алихан, жарайсың. Қалай тақымнан суырып алды, қарашы. Алихан! Ақтұңған атты сәйгілік! Алиханның Дәулеттен суырып алған сәтін көрдіңіздер тақымынан. Тақымға келіп серкен тартудың ыңғайын білетін палуан мінеке жақындады! Көмек керек, жігіттер, көмек керек! Бір адамның тағдыры бір адамға байланысты! Алаңға шықты. Есеп 3-тен әлі. Тартып алған жағдайда. Мінеке аған жекпе-жек. 2-ші номердегі Сейдулла Күнтуған. Сейдулла Күнтуған. Мін тақымында Күнтуған не істейді? Сейдулла Күнтуған. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің құрметіне осындай ұл туған. Алға қарай ұмтылған, салым салуға жұлқынған бұл Сейдулла Күнтуған. Айналып келіп сыртыңнан. Мінеке айналды. Міне, жақындайды. Міне, не деген алдас, не деген тәжірибе, мінеке келді, Күнтуған келді. Күнтуған айнал. Асықпа, көмек керек жігіттер. Күнтуғанның жанындағы жігіттер көмек, Нұрболат, Алихан, Арман, көмек керек. Әлде болса Күнтуғанның тақымында. Мінеке ардақты ағайын. Күнтуғанның тақымына келді мінеки. Қазақ ұлттық аграрлық университеті! Күнтуған Сейдулла 98 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауылында дүниеге келген. Астында тұлпалы жауынгер. Енді осыңнан қайтпа, қарқыныңды жоғалтпа. Жаңа ғана айттым ғой. Намыс керек, дода керек. Біздің жігіттердің басын жару қиын ғой. Ауыр сөз айтпасам болар. Оңайшылықпен бой бермейді. Сөз сүйектен, таяқ еттен өтеді. Палуандар ауысты. Күнтуғанның орнына. Жоқ. Екінші номердегі палуан Сейдулла Күнтуғанның орнына ауысты. Еңкі. Міне 4-ші номердегі. Ал жағы Арманның әшер. 1-ші номердегі. Айнабек Әбдіханның тақымына ауысқан екен. Айнабек тақымында Айнабек Әбдіханның. Неге қадірлі ағайын. 2-1-дей құрама команда алаңның сыртына шығып кетті ардақты ағайын. Жекпе-жекке назар аударайық, міне кетті. 3-ші номердегі палуан Қалибаев Алихан еңкейген болатын, оны Дәулет Сариев Ақбозат сәйгілікпен іліп алды. Дәулет Сариевті қорғаштап бара жатқан 3-ші номердегі Қалибаев Алихан. Оның жанына көмекке келген 3-ші номердегі Бекасыл Сайлау. Тойшыбар мені.
Ай, байшы бар, қарашы, байшы бар. Мінеге Бегасын сайлау. Байшы бар, қандай тамаша сайгүліктің үстінде отсын. Бегасы. Міне өз қазандығыңды бір айналып ал, асықпа. Енді шабылуыңа көшуге әбден мүмкіндік бар. Қорғаушылар қорғап жатыр. Қорғаушылар қорғады. Көрейік, Бегасын сайлау не істейді? Қазақтың спорт туризм академиясының шабылушысы қандай шара қолданады? Өзінің тәжірибесін іске асыра ала ма? Ойлану үстінде. Бір шетінен ойланып, бір шетінен дем алып. Бір шетінен қалай істесе, қалай өтсе. Байшы барды, Сапай! Міне қорғаштап жатқан үшінші нөмірдегі Қалибай Алихан жіберер емес. Байшы бармен кеткен Бегасын сайлау. Жекпе міне әдемі. Айнал байшы барды, сал! Бегасын сайлаудың болса әлде тақымында. Мінеге екінші нөмірдегі Сейдулла Күнтуған келіп қайырып жатыр өзінің қарсыласын Бегасынды. Бегасын сайлау келді! Не деген тәжірибе, не деген Бегасын сайлау, не деген салым, не деген ой, не деген ақыл, не деген тәжірибе. Пай, міне жігітке тән ой іске асырды. Есеп 4-1. Төреш осымен уақыт аяқталды. Қазақтың намысы сөнбесін, жалындасын, жансын. Міне Қазбайдың жігіттері бастап жатыр. Мінеке елді. 4-ші номердегі Алжаны Барман. Алжаны Барман серкеден айырылып қалды. Кім шығады? Қалибай Алихан мен кім? Дәулет Сариевтің жекпе-жегі. Міне Дәулет Сариевтің астындағы Ақбозат. Қалибай Алиханның астындағы Ақдұңға. Мінеге Дәулет Сариев шеңберден алып шықты. Көрек есеп болса 4-1 жігіттер. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жігіттері қимылдай. Уақыттығы жынштай. Айнабек Әбдіханның астындағы Тұман атты сайгүліктің қара жаратылысы мықтат екен. Жануар. Өзі аққа туылған, көкпарға арнайы даярланған тұлпар екені көрініп ақ тұр. Астындағы аттан ақ. Қараңыздар жағайын, астындағы атын мықты болса, үстіндегі балуанын жүрегі түкті болса, қай құрама бастайды екен? Мінеке 2-1-дей, 3-ші нөмірдегі Қалибай Алиханның тақымына кеткен серке. Еңки. Мінеке ағайын, еңки үйгеннің өзі. 2 зөңгі болмаса, адам атқа міне алмас. 2 тартпа болмаса, ат үстінде тұра алмас. 2 тізгін болмаса, аттың басын бұра алмас. Жүрегінде түгі болмаса, серкені жерден иле алмас. Бойында рух болмаса, топты жарып кіре алмас. 6 жастан балаңыз ат үстіне мінбесе, жауды көрсе қуанбас, ертең қолға туа алмас, ата-бабадан үй алмас. Салам. Дәулет Сариев, Ардақ ағайын, Қазақтың спорт туризм академиясының студенті. Биыл өзі 2017-те Экспода әлем чемпионаты өткен болатын білесіздер, ересектер арасында. Сол ересектер арасында әлем чемпионаты Астана қаласында өтіп, ересектердің арасында чемпион атанған Қазақстан құрама командасы болатын Қырғыз Республикасын жеңген 4-1 есебімен.
Міне, көкпар қарқынды дамып келе жатыр қазақ елінде. Соның бірі студенттер лигасы жастар көкпары. Төрешінің сықырға жігіттер алаңнан шығып кетті. Бұл әрине Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетінің жалпы бас ректоры бастаған Мұтанов Ғалымғайыр Мұтанұлына алғыс білдіреміз. Осындай алаңды арнайы студенттерге бөліп беріп отырған бір қошемет болсын ағайын. Мінекей, енді бұдан былай жыл сайын студенттер лигасын тамашалайтын боламыз, қадірлі ағайын. Жыл сайын осы алаңда жалғасып отыратын болады. Жігіттердің нағыз көкпарға кешегі жауға шапқан бабаларымыз ат үстіне мініп жауға шапқанын білесіздер. Міне, көкпар жауынгерліктің бір тәжірибесі деп білсек болады. Ахай, Байшыбар кетті. Бегасын сайлаумен кетті Байшыбар. Қалай жағдай? Бегасын сайлау. Есеп 6-1 Қазақ спорт туризм академиясы. Жігіттер. Соңғы секундтар қалды. Жігіттер үшінші таймның бітуіне. Мінекей ағайын, 2-1 университет палуандары намысты қолдан берер емес. Мінекей, тағы да Дәулет Сариевтің еңкейген сәті Ақбоз аттың көмегімен Дәулет Сариев толықтай тақымына басты. Енді қазандыққа сала ма? Сала алмай ма? Оның әрине икеміне байланысты. Көрейік, әлде болса Дәулет Сариевтің тақымында. Төреші уақыт өз мәресіне жетті. Құттықтаймыз Қазақтың спорт туризм академиясы 6-1. Құрметті телекөрермендер, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылған көкпар өз мәресіне жетті. Өздеріңіз көргендей ақ Қазақ спорт туризм академиясы Қазақ ұлттық аграрлық университетін 6-1 есебімен ұтып жеңіске жетті. Назарларыңызға ұсынылып отырған статистика бойынша қай палуанның белсенділігі артқанын өздеріңіз көріп сараптай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Елдос Үмбетәлі. Келесі көкпарда кездескенше аман сау болыңыздар.